Сәлеметсіздер ме балалар? 65-ші сабақ сөз таптары туралы білетін боламыз. Өнер туралы не білемін? Бірінші жаттығу: тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Өнер. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Балалар, біз бұл мәтінде өнер туралы білдік, яғни өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері деген түрлері болады екен. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып мәтінді оқы. Сөздер сөз таптарына қалай топтастырылғанын ойлап көр. Сені жан-жағына заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге ие, яғни түрі, түсі, сапасы, саны жағынан. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Үшінші жаттығу: мақалды жатқа көркем жаз. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көпке жеткізеді. Сөздердің қай сөз табына жататынын анықта. Қандай белгілеріне қарап анықтағаныңды жолымен бөліс. Бұл жерде ақыл, өнер сөздері зат есім, бір сызықпен сызылады. Жеткізеді сөзі етістік. Етістік екі сызықпен сызылады. Төртінші жаттығу: әр сөз табы туралы білетініңді айт. Зат есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім заттың атын білдіреді. Сұрақтары: кім, не? Етістік нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Етістік заттың қимылын білдіреді. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты? Сын есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Сын есім заттың сынын, сапасын, түсін білдіреді. Сұрақтары: қандай, қай? Сан есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Сан есім заттың санын білдіреді. Сұрақтары: қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Кестені пайдаланып сөздерді сөз таптарына талда. Төменде сөздер берілген екен. Өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Осы сөздерді сөз таптарына талдап, яғни қай сөз табына жатады және қандай сұрақтарға жауап беретінін талдауымыз керекпіз. Бірінші өнер сөзі бұл зат есім, яғни заттың атын білдіріп тұр, не деген сұраққа жауап береді. Эстетикалық сын есім, заттың сынын білдіріп тұр, қандай сұрағына жауап береді. Игеру сөзі етістік, заттың іс-әрекетін білдіреді, не қылды сұрағына жауап беріп тұр. Көркем сөзі сын есім, заттың сынын білдіріп тұр, қандай сұрағына жауап береді. Сомдайды етістік, яғни заттың іс-қимылын білдіріп тұр, не істеді сұрағына жауап береді. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойуды ұмытпаңыздар.